Ал бисмилля қыздар, біздің сабақ басталды. Бүгін дубайский шоколад жасауға қажет заттармен таныссамыз. Бізге ең алдымен әрине катаифи тесто қажет болады. Мынау бонтьер деген катаифи тесто бұл шикі болып келеді. Көпшілік кондитерский магазиндерден осыны таба аласыздар. Бұны сары майда қуырып, хрустящий болғанша дейін жасап пайдаланасыздар. Мен қазіргі таңда осындай готовый жареный уже катаифиді пайдаланып жүрмін. Бұл 5 килограммдап үлкен коробкада сатылады, оптым алып жүрмін, поставщикпен бөлісетін боламын. Және бізде фисташковый паста, мен қазіргі таңда бишкекский Киргизияның фисташковый пастасын пайдаланудамын. Дәмі, түсі барлығы өте әдемі, натуральный, әдемі начинкаларын шығады. Бұл болмаса турецкий пайдалансаңыздар болады. Және начинка сұйықтау, влажный, күшті болып тұру үшін мен қазіргі таңда кешью пастасын қосымша қосамын. Рецепт бойынша тахини қоссаңыздар болады, немесе арахисовый паста қоссаңыздар болады. Тахини мен қосып көрдім, қыздар, маған дәмі ұнамады, горчить етіп кетеді. Сол үшін желательно осы кешью пастасы әдемі шығады екен. Мынау кәдімгі натуральный фисташканы блендерда дробить етіп, тоже начинканың құрамына қосып жүрмін. Мынау бізде какао масло, микрио деп аталынады калибауттың. Осы арқылы біз плитканың үстіне бояуларды тамшылатып, әдемі узор жасайтын боламыз. Оның тағып арзанырақ весовой түрлері де бар. Және бізге плитка шоколадқа тереңірек формалар керек. Осындай формамен алдым, тоже поставщикпен бөлісемін. Және пирометр, бұл шоколадтың температурасын өлшейтін аспап. Весы керек болады. Шоколад. Қазіргі таңда мен российский Сикао фирмасының шоколадын пайдаланудамын. Ол Калибаут фирмасының Россиядағы заводы, болмаса турецкий алтын сапа, немесе бельгиялық Калибаут шоколадтары өте жақсы. Сахарный пудра тәттілігіне қарай қосамыз. Және осы заттардың барлығы арқылы біз дубайский шоколадты әдемілеп шығаратын боламыз. Ендеше кеттік.